Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз present perfect, яғни осы аяқталған шақ туралы өтеміз. Ең алдымен формуласына тоқталып өтсек, subject қосылған have, has қосылған verb 3 не болмаса ed. Енді бізде subject дегеніміз барлық есімдіктер. Енді have-ті қайсына, has-ті қайсына қолдану керектігін қазір алдыңғы слайдта айтып өтемін. Ал енді verb дегеніміз бізде етістіктер. Verb 3 дегеніміз бізде осындай арнайы irregular verbs-тің кестесі бар. Осында үшінші бағанда тұрған бізде participle деп аталады, яғни екінші атауы. Осында тұрған етістікті аламыз. Мысалы, бізде do осы шақта қолданса, did-ті өткен шақта қолданамыз, ал done дегенді осылай үшінші қатарда тұрғанды біз present perfect-ке қолданамыз. Ал verb ed деген, егер біздің етістіктеріміз осы таблицаның ішінен шықпаса, онда оған тек қана ed жалғай саламыз. Мысалы, she has started the assignment. Ол тапсырмасын бастады. Келесі бізде болымсыз сөйлемде тек қана have қаздан кейін notты қоса саламыз. Мысалы, I have not started the assignment. Мен әлі тапсырманы бастамадым. Келесі бізде сұраулы сөйлемде көмекші етістігімізді алдына шығарып жібере саламыз. Have, has plus subject plus verb 3 не болмаса ed. Яғни бізде мына жерде subject мысалы мына жақта бірінші тұрса, мына жақта екіншіге ауысып кетеді. Ал have, has бұл жақта екінші тұрса, онда ол біріншіге ауысып кетеді. Мысалы, have I started the assignment? Мен тапсырманы бастадым ба деген секілді сұраулы сөйлемді айтқанда қолданады. Енді бізді I, you, we, they дегендердің барлығына have қолданамыз, тек қана he, she, it осы үшеуіне has қолданамыз. Енді бізде қалай қолдану керектігін түсіндіріп өтсек, біріншіден to talk about a time period that is not finished. Мысалы, бізде өткен шақта басталған, бірақ әлі де аяқталмаған бір уақыт аралығын айтқан кезде. Мысалы, today, this week деген сөздерді қолданғанда I have written a rough plan this morning. Яғни мен өзіме бүгін жаңадай мықты план жаздым деген секілді. Яғни осы таңда жазған. Яғни ол әлі де ол күн аяқталмаған деген секілді. Келесі бізде өткен шақта бір жаңадай қазіргі уақытқа дейін бастаған бір іс-әрекетті айтқан кезде, бірақ біз оны айтқанда уақытты көрсетпейміз. Мысалы, I have collected plenty of information. Яғни мен бірнеше ақпарат көздерін жинадым қазірге дейін өткен шақта, және де болашақта мен оны өзімнің істеме қолданамын деген секілді. Бұл жерде біз ешқандай жаңағыдай уақытты көрсетпейміз. Келесі бізде арнайы time expressions бар. Ever, never, before, up to now, still, so far деген секілді. Бұларды тек қана жаттап алу керек. Мысалы, бізде present simple'да sometimes, usually деген секілді time expressions'тар болған. Келесі бізде it is the longest I've ever had to write. Яғни, бұрын соңды менде жаңағыдай бұндай секілді ұзақ жазу не болмаса эссе болмаған деген секілді айтып отыр. Яғни қазірге дейін. Келесі бізде маңызды жаңағыдай ақпараттардың бірі. If we state when something happened, we must use the simple past. Яғни жаңада айтып өттім, біз present perfectте ешқандай уақыт бірліктерін қолдамаймыз. Мысалы, yesterday, last week, 2 weeks ego деген секілді ешқандай уақыт бірліктерін көрсетпейміз. Егер біз оларды көрсетсек, тек қана past simple'ды қолданамыз. Мысалы, I wasted a lot of time last week. Яғни last week деп бұл жерде бізде нақты уақытты көрсетіп отыр. Әдейі қызыл жаңағыдай түспен көрсетіп қойдым. Бұл жерде тек қана past simple қолданамыз. Келесі бізде to talk about a present situation which started in the past, usually with 4 since. Яғни өткен шақта басталған, бірақ қазіргі сәтпен байланысы бар. Яғни біз көбінесе оны 4 since арқылы қолданамыз. Мысалы, I worked really hard for the last 2 weeks. Яғни мен соңғы 2 аптада өте қатты жұмыс жасап жүрмін. Яғни өткен шақта басталған, қазірге дейін жалғасып келе жатыр. Енді бізде көп адам for және де since-тан шатасады. For бойы, since бері деп аударылады. Енді мысал қарастырып кетейік. Бізде for деген уақыттың бір жаңағыдай ұзақтығына байланысты айтылады. For 2 hours, яғни 2 сағат бойы. For 3 days, 3 күн бойы деген секілді. Ал since-ті біз көбінесе жылдарды айтқанда қолданамыз. Since 2001, яғни 2001 жылдан бері. Since Monday, яғни дүйсенбіден бері деген секілді. Келесі бізде
To talk about something that happened at an unstated time in the past but is connected to the present. Яғни жаңа айтып өттім, ешқандай да уақыт бірліктерін атап көрсетпейміз. Өткен шақта басталған, қазірге дейін жалғасып келе жатыр. Мысалы, I have read all the books on the reading list. Яғни мен өзімнің кітаптар тізіміндегі барлық кітаптарды оқып жатырмын деген секілді. Келесі бізде тағы да осындай time expressionстер бар. Көбінесе қолданылатын recently бізде жуырда деп аударылады. Just қазір ғана, already әлдеқашан, және де yet деген бар, әлі. Yet бізде көбінесе сөйлемнің соңында кездеседі, және де ол тек қана болымсыз және де сұраулы сөйлемдерде кездеседі. Мысалдар қарастырып көрейік. I have just got up. Мен қазір ғана тұрдым. Келесі, have you written your assignment yet? Сен әлі өзіңнің тапсырмаларыңды жазбадың ба? Яғни yet сөздің соңында келіп тұр, және де бұл жерде бізде сұраулы сөйлем болып келіп тұр. Осымен біздің present perfect тақырыбымыз аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, төменге жаза кетіңіздер.